сыныптарымыз сабағымызға қош келдіңіздер. Тақтаға қарай, бұл жерде кімдер бейнеленген? Аға мен інісі, бауырлар. Ағасы мен інісі, яғни бауырлар бейнеленген. Келесі, Аға мен ініміз. ағасы мен қарындасы бейнеленген. Демек біз бүгін аға туралы өтеміз, аға туралы білеміз. Сол үшін келесі біздің сіздерге дайындап қойған бейне жазбаны мұқият тыңдаймыз және қарап шығамыз. Деде Талап пен Жанат деген ағалы інілі ағайындылар тату тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы Талап інісі Жанаттың өтінішін орындамай қалып, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісі де ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренжіседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде Талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы қағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шағын өзенді көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орната аласың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйін де, түрін де көргім келмейді дейді Талап. Ұста, иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрады. Ағасы не себепті ұрысқандарында есіне түсіре алмады. Реніші тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған ұста, рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар деді. Қожайын келісім берді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Үстіне сырттан ұста құралдарының тарс-тұрс дыбыстары естіле берді. Ақыры таң атып, қожайын сыртқа шығып, қақпаға тапсырыс берген тұсқа мойын бұрды. Қараса ешқандай қақпа жоқ. Керісінше өзеннің арғы бетіне өтетін көпір қойылыпты. Сорың құрсын, мынау не сұмдық? Мына ұстаны ма? Мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой деп ашуға буылға бергенде таныс бейне ұшырасты. Кілт тоқтады. Анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғап, қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүредім. Алайда сен соны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылсың ғой деп ағынан жарылды. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз-мейрам болысты. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен-кеткенді еске алып, қызықты сәттерін айтудан жалықпады. Осылайша кештің қалай батқанын білмей де қалды. Сонымен балалар дәл осы бейне жазбаға байланысты жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ, ағасы Талап пен інісі Жанат не себепті ренжіскен? Жанат Талаптың өтінішін орындаған жоқ. Сол үшін келесі кезде Талап өз інісінің Жанаттың өтінішін орындамады. Сол үшін екеуі бір-біріне ренжіп қалды. Иә, кішкентай кіші інісі үлкен ағасына өкпесін айтып, ақыр аяғында олардың әңгімесі ұрысқа айналып кетті, иә? Ұстасы жұмыс іздеп Талаптың есігін қағады. Талап оны жұмысқа алып, інісінің Жанаттың үйіне көрмеу үшін қақпа тапсырыс берді. Ұста Талаптың тапсырмасын неге өзгертті деп ойлайсыздар? Алу өтініші тыңда, бірақ оның орнына өзінің үстіне қойыр болады. Бұл әрекеті арқылы ол бауырды арасында ренішті жойып, олардың қайта табыстырады. Әңгіме бауырлар арасындағы реніштің кешірім мен түсіністік арқылы шешілетін көрсетіледі. Бұл әңгіме бауырмалдық пен кешірімнің маңыздылығын айқын көрсетеді. Оқиға арқылы бірнеше маңызды сабақ алуға болады. Негізгі ой, реніш қанша уақыт өтсе де оны ұмытып кешірімге жол беру керек. Бауырлар арасындағы қарым-қатынас тығыз болу керек. Алло. Я тебя люблю. Ты мой старший брат, а я горжусь тобой. Алло, аға. Қалайсыз? Мен сізді қатты жақсы көремін. Мен сені мақтанамын. Я тебя люблю. Алло, Бейзат, салам алейкум. Я тебя люблю, я горжусь, что ты мой брат. Красавчик. Шадира, салам алейкум. Дильноза это кто это?
Я вас тоже люблю. Я горжусь с вами. қорған бола білген ағаларымыз аман болсын.